Сәлем достар, сіздер мен Айгерім, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді шығыс пирогын дайындайтын боламыз. Қазіргі хит пирогтардың бірі. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бүгін бізде міне ұнымыз, ұнға міне сахар, қант ұнтағын және шымшым сода араластырып, електен өткізілген ұнға осы ингредиенттерді араластырып аламыз. Және оған сары майымызды саламыз. Және де шымшым тұз. Осыны ұнтақтап маймен араластырып, крошка болғанша араластырамыз. Ұнымыз толық, бір қалыпты болып араласуы керек. Дәл осылай ұнтақталып араласуы керек. Енді осыған жұмыртқаның сарысын қосып, қамыр болғанша илейміз. Песочный, әдемі тесто шығарамыз. Міне біздің тестомыз дайын болды. Енді осы тестоны бір 10 минутқа тынықтырып қоя тұрамыз холодильниктен ұзартқышқа. Енді осы тестомызды жаямыз. Ең қиса, нәзік болғандықтан осылай жайылады. Артық тестомызды қиып аламыз, қапталына жабыстырамыз. Міне достар, осылай барлығын қапталына жабыстырып алдық. Енді осыны тегістеп шығатын боламыз. Дәл осылай кескіштің құрамымен. Дәл осылай әдемі қылып жасап алдық. Енді осыған біздің грек жаңғағын саламыз. Барлығын жуып, тазалап, өте дәмді. Және де зеленый орешек, міне осындай дәміміздің саламыз. Енді достар, бізде осындай қойылтылған сүтімізді құйып шығамыз. Бетін барлығын осындай қойылтылған сүтпен жауып шығамыз. Өте нәзік, керемет, дәмді болып шығады. Қараңыздар, барлығы жабылды үсті. Осы дайын болған пирогымызды пешке 180 градусқа 20-30 минутқа беті карамель болып, сарғайып әдемі болып піскенше қоямыз. Міне достар, біздің пирогымыз дайын болды. Өте әдемі, нәзік көрінеді. Дәл менің айтқанымдай жасасаңыздар, тура осындай болып піседі. Қазір біз көреміз. Өте нәзік, кескенде де көрініп тұр. Өте әдемі. Өте әдемі, нәзік. Тура осындай пирогымыз дайын болады. Қараңыздар. Менің видеом ұнаса, лайк басып, комментария жазып, подписаться етуді ұмытпаңыздар. Әрдайым жаңа видеолар болып тұрады.